Саламатсыздар ма балалар? Бүгін математикадан 4-ші сынып 57-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы 3 таңбалы санға бөлу алгоритмі. Бірінші, қалдықпен бөлуді орында. 81-ді 8-ге бөлсек 10 және 1 қалдық қалады. 10, 1 қалдық. 81-ді 9-ға бөлсек 0 болады. Және 81-дің өзі шығады, қалдық. 481 8-ге бөлсек 60, 1 қалдық шығады. 171-ді 281-ге бөлсек 0, 171 қалдық шығады. Яғни, мына жерде тұр ереже. Осыны есімізге сақтап аламыз. Келесі, 3-ші тапсырма. 137-ні 712-ге бөлсек, 137-ні 712-ні 456-ға бөлсек 306. 300-ні 490-ды 995-ге бөлсек 302. 228-ні 912-ні 456-ға бөлсек 502. 361-ні 796-ны 599-ға бөлсек 604. Төртінші есеп. 150-ні 756-ны 739-ға бөлсек 204. 132-ні 184-ні 164-ге бөлсек 806. 81-ні 900-ды 234-ге бөлсек 350. 60-ні 32-ні 896-ға бөлсек 67. 195-ні 780-ді 753-ге бөлсек 260. 260-ні 700-ді 395-ге бөлсек 660. Дәптерге мұқият жазып аламыз. Келесі, есепті шығар. Бір жылдары Нью-Йорк метрополитен өнер музейінде бастауыш сынып оқушыларының 358.920-сы болған. Егер бір күнде орташа есеппен барған оқушының саны 997 оқушыға тең болса, онда сол жылы музей неше күн жұмыс істеген. Ол үшін оқушылардың санынан 358.920-дан аламыз 997-ні. Тең болады 360. Яғни 360 күн жұмыс істеген екен. Енді 6-шы тапсырмаға келетін болсақ, 4860-ға 860-ты қоссақ, екеуіне қоссақ, 5720 шығады. 5720. Енді осыдан шыққан санды 720-ны 4-ке бөлеміз. Тең 1430. 1430-ды 28-ге көбейтетін болсақ, 40.040 шығады. 40.040. Енді 40.040-қа 3000-ді қосатын болсақ, тең болады есептің мәні 43.040 шығады. Есептің мәні мынау. Келесі тапсырма. Дүние жүзіндегі танымал музейлерге адамдардың келу деңгейіне қара, есептер құрастыр. Бұл жерде біз Лувр музейі мен Британ музейін алдық. Яғни Лувр музейінде 979.605 адам артық екен. Келесі, суреттегі картиналардың ауданын, қоршауының периметрін есепте. Яғни, бұл жерде ауданды S-пен табамыз, периметрді P-мен табамыз. Бірінші картинаның ауданы 2400 см квадрат, периметрі 200 см. Периметр дегеніміз жалпы мына тіктөр бұрыштың ұзындығы. Екінші картинаның ауданы 6300 см квадрат, периметрі 320 см. Үшінші картинаның ауданы 6400 см квадрат, периметр 320 см. Аудан дегеніміз жалпы мынау картинаның ауданы. Периметр дегеніміз ұзындығы, сыртқы ұзындығы. Дәптерге мұқият жазамыз. Келесі, есептеп дұрыстығын тексер. 169.332-ні 548-ге бөлсек 309. 51.689-ды 127-ге бөлсек 407.
59690-ды 235-ке бөлсек 254. 105325-ке бөлсек 4212. Келесі, фигура түрлі түсті текшелерден құралған. Суреттердің қайсысы осы фигураның алдынан, оң жағынан және төбесінен қарағандағы үлгісі болып табылады? Енді біз бірінші төбесінен қараймыз. Төбесінен қарағанда мына көріністі көреміз. Төбесінен қарағанда мына көріністі көреміз. Алдынан қарағанда мына көріністі көреміз. Және оң жағынан қарағанда мына көріністі көреміз. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.